сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен бірге питая, айдаһар жүрегі деп аталатын жемістің ерекшеліктері, оны қалай таңдау керек және неше түрі бар, қалай өседі, сол жайлы айтатын боламыз. Бұл пайдалы кеңестер каналы міндетті түрде тіркеліп кетіңіз. Қолдағандарыңыз үшін алдын ала рахмет. Жалпы питая жемісінің 3 түрі кездеседі. Етті бөлігі ақ, етті бөлігі қызыл және сырты сары, іші ақ, етті бөлігі ақ болып кездеседі. Ең дәмді питая ол сырты сары, іші ақ деп айтылады. Питая жемісінің ерекшеліктерінің бірі, оның тек жемісі ғана емес, гүлі де пайдалы болып келеді. Гүлін шай немесе керемет сусындар дайындауға пайдаланады. Бұл жемісті косметикада да кеңінен қолданылады. Бет күтіміне арналған маскалар, кремдерге және көптеген сусабындарға қолданады. Питая жемісінің кейбір сорттары тәттіге қарағанда тұзды болып келеді. Питая жемісінің 90% су құрайды. Жалпы питая жемісі адам ағзасына өте пайдалы болып келеді. Дәмі қарбыз бен кивидің қосындысына ұқсап келеді. Бұл экзотикалық жемісті диета ұстап жүрген адамдарда қолданса өте тиімді, өйткені басқа жемістерге қарағанда калориясы өте төмен болып келеді. Энергияңыз төмен деп жүрген кезде бұл жемістің бойындағы С дәрумендері толықтыруға көмектеседі. Және қант диабетіне шалдыққан адамдар болса, оны өз қалпына келтіруге көмектеседі. Питая жемісі коллаген өндіруге көмектеседі ағзаға, яғни бет терісінің қартаюына, белсенді өмір салтын ұстануға өте жақсы көмектеседі. Күніне бір питая тілігін жеу ол ағзаға өте пайдалы болып келеді. Және де көру жүйесінде жақсартады. Бұл жеміс әрі темірге бай болғандықтан, кімде анемия болып, темір жетіспеушілігі болса, күнделікті рационына қосуға кеңес беріледі. Бұл жеміс басқа экзотикалық жемістер сияқты қатты аллергия тудырмайтын болғандықтан, балаларға азырақ беруге болады. Және 5 жастан төмен балдарға беруге ешқандай кедергісін келтірмейді, аллергия қатты тудырмайтын жеміс болып саналады. Сіздермен болған пайдалы кеңестер каналы міндетті түрде тіркеліп, қолдау білдіріп кеткендеріңіз үшін үлкен алғысымды айтамын.